Осы 7 ережені ұстасаңыз, сіз әрдайым жеңесіз. Бірінші ереже — ояу жүру керек. Ұйықтамау керек, ояу жүру керек бұл өмірде. Бәрін байқаңыз. Көзіңізді ашып жүріңіз. Сонда еш нәрсені өткізіп алмайсыз, барынша өткізіп алмайсыз. Және пайдалы мен пайдасызды көре білесіз. Сол үшін бірінші ереже ояу жүріңіз. Екінші ереже — бір орында тұрмаңыз. Тұрған су сасиды, құрисыз. Даму керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: кімде-кімнің 2 күні манистауа яумаху фахуа мағбун. Кімде-кімнің 2 күні бірдей екен, ол адам ұтылады. Ол адам банкрот. Үшінші ереже — Алла тағала сізге күш қуат берді. Онда оның барлығының саны бар, есебі бар. Күш қуатыңызды қайда жұмсау керек? Пайдалы нәрсеге. Төртінші, барлық нәрсеге мақсат қойыңыз. Барлық нәрсеге жүретін жолыңызды есептеңіз. Бесінші нәрсе, бұл өмірде ең маңызды нәрсе ол сізсіз. Сіздің жүгіңізді ешкім көтермейді. Тас түскен жеріне ауыр. Сіз үшін сіздің өміріңізді ешкім сүріп бермейді. Ондай болса, бұл дүниедегі ең маңызды нүкте ол сізсіз. Өзін өзгерте алмаған адам бұл дүниеде ешкімді өзгерте алмайды. Өзін жеңе алмаған адам бұл дүниеде ешкімді жеңе алмайды. Ал бірақ біліңіздер, бұл дүниеде не бір ұлдар, не бір қыздар өткен, бүкіл әлемді аударған, бүкіл әлемді аударып, орнына түсірген не бір ұлдар, не бір қыздар болды. Болам десеңіз, солардай болу керек. Алтыншы ереже — бос болуға ешқандай орын жоқ, бауырлар. Бұл өмірде босаңсуға болмайды. Бұл өмірде мықты болу керек. Және жетінші қорытынды ереже — басыңды көтеріп жеңіле біл. Барлық нәрседен сабақ алу керек. Жеңілудің де орнын білу керек. Басты көтере білу керек. Ол жеңілудің барлығы бекер нәрсе емес. Сізге сабақ.